Сәлем достар, мен сіздерге бүгін 5 минутта пісіп шығатын пиццаның рецебін жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде 350 грамм судың үстіне 2 шай қасық тұзды салдым. Және де 700 грамм ұнның үстіне зәйтүн майынан 4 қасық қойдым. Майды құйып араластырып, тұз салған суымызды құйып араластырамыз. Жақсылап араластырып, одан кейінгі кезекте судың азғанасының үстіне шекер салып, оған 1 шай қасық дрожь салып, жақсылап ерітіп 5 минутқа қамырдың үстінен құямыз. Бір келкі етіп қамыр илейміз осы массаны. Міне менде осындай қамыр болып шықты, жұмсақ қамыр қылып илейміз. Міне осылайша етіп жақсылап иілеп, июын қандырып қоямыз қамырды. 10-15 минут жақсылап умаждап иілеуіміз керек. Июі қанған қамыр әдемі болып ісіп пісіп шығады. Міне менде осындай жұмсақ қамыр болып шықты. Енді мен осыны 4 пиццаға бөлемін. Әр қайсысын 280 граммнан бөлетін боламын. Осылайша егер не қылсаңыздар, аз болсын десеңіздер, сіздер осының жартысын жасасаңыздар болады. Осылайша етіп кішкене 4 суалай етіп салып, бетін жауып тұндырып қоямыз. 4-еуі бір-біріне жабысып қалмау үшін пакетпенен арасына пакетті кигізіп қойсаңыздар болады. 20-30 минуттан кейін ашиды бұл қамыр, сол кезде дайын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, сочный, мощный болып шығады. Мен сіздерге бөрте моцарелла сырын қолдануға ұсынамын. Өте әдемі, созылмалы болып шығады. Осы сырды міндетті түрде қолданып көріңіздер. Пиццаңыз әдемі, созылмалы болып шығады. Сырымызды алып, терканы осылай үлкен көзімен өткізіп аламыз. Міне менің қамырым 30 минут өткен соң қамырым ашып, әдемі болып көтерілді. Енді осыны жақсылап жайып, жұқа етіп жайып аламыз. Осылайша шанышқының көмегімен тесіп шығып алып, кетчупты қолдансаңыздар болады. Мен үстіне майонез екеуін жағып, бір келкі етіп жағып шықтым.
Осылайша етіп бірінші сырымызды жұқа етіп төсеп шығамыз. Сол кезде пісіп шыққан кезде созылып тұрады. Егерде астына сыр салмасаңыз, онша созылмалы болмайды. Менде мына жерде 2 помидорды турап, 2 болгар бұрышын турап алдым. Және де менде сосискаларды турап қойған едім дайындап алдын ала. Осыларды бетіне теріп шығып, кезек-кезек теріп шығамыз. Әркім өз қалауынша бетіне теріп шықса болады. Сіздер помидор мен сырды теріп шықсаңыздар да болады. Шұжық пенен сырдың өзін жасаса да болады. Менің балдарыма осы ұнаған соң осыны жасап беруді шештім. Тұзды сеуіп болған соң қайтадан сырымызды төсеп шығамыз бетіне. Үстіңгі қабатына жақсылап молдау етіп төсеп шығуымыз керек сырды. Осылайша жасап жатқан кезде пешті қыздырып қоюымыз керек. Жақсы температурада қыздырып, ең үлкен дәрежеде қызып тұрған пешке 5 минутқа салып аламыз. Міне менің 5 минутым өтіп, пиццам осылайша болып пісіп шықты. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Міне осылай созылмалы пицца болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі менің арнамда кездескенше сау саламаттар болыңыздар.